Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында жалпы пәндер бойынша облыстық олимпиада ұйымдастырылып жатыр. Енді осы облыстық олимпиаданың ішіндегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің секциясы бойынша біз Жанар Иманқызы екеуміз жауаптымыз. Жанар Иманқызы, сіз қалай ойлайсыз? Осы олимпиаданың мұғалімнің мәртебесіне ықпалы қаншалықты деп ойлайсыз? Мұғалімдер үшін өте пайдалы деп есептеймін. Себебі мұғалім өзінің шығармашылық еңбегін, теориялық білімін нағыз көрсететін орын осы олимпиада деп есептеледі. Олимпиада қанша кезеңнен тұрады? Олимпиада 2 кезеңнен тұрады. 2 күн өтеді. Бірінші күні шығармашылық жазады. Шығармашылық жұмыс бойынша шығарма жазады. 3 тақырып беріледі. 3 тақырыпта мектеп программасына байланысты және бір тақырып мектеп программасында жоғары деңгейде алынады. Яғни екінші күнгі кезеңде қандай тапсырмалар беріледі? Екінші күнгі тапсырмалар 5 тапсырмадан тұрады. Оның 3-еуі педагогика байланысты сұрақ күйіндегі тапсырмалар беріледі. Қазіргі педагогика байланысты сұрақтар беріледі. Оны өзінің тәжірибесімен байланыстырып көрсету ұсынылады. Сонымен бірге қазақ тілі және қазақ әдебиеті бойынша да теориялық сұрақтар беріледі. Және де сонымен бірге қазақ тілін қолдау жұмыстарына беріледі. Қалай ойлайсыз, осы олимпиаданың нәтижесі арқылы мұғалімдердің деңгейін анықтай аламыз ба? Әрине, біздің осы олимпиада ұйымдастыруымыздың себебі де осы, біз облыс көлеміндегі мұғалімдердің ішіндегі ең білікті, теориялық тұрғыдан сауатты, шығармашылық тұрғыдан өзін көрсете алатын тұлғаларды анықтағымыз келіп отыр. Және жаңа сөзінде айтылып өткендей, өзінің білімін көрсететін орынды олимпиада анықтай аламыз деп есептеймін. Яғни, бұл біздің олимпиадаға дейін бұл келі қатысушылардың барлығы аудан ішінде іріктелген мұғалімдер бар. Ал ауданның ең озық мұғалімдерін іріктеп жіберіп отыр. Сұраныстарменен бірінші орын алған адамдар ғана келіп қабылданады. Онда ары қарай ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.